Бәріңізге ассалаумағалейкум. Қалың қазақ, құлақ түрген есіме, түспей мекен бодандық кезесіңе, құлдилай кеп қырандай құламағын, бейбіт күннің шыққан соң белесіне. Шәйт кетті майданда нешұлымыз, кетті талай жауларға есебіміз. Қарекет жасамасақ ертең үшін, саз балшыққа батармыз бес елі біз. Тұлпардан озып жатса есегіміз, өсеміз, деуден биік өшеріміз. Айдаһар мен аюдың арасында қайталанып жүрмесін кешегіміз. Мұның бәрін үлгеті білген дұрыс, ілгізу үшін сізге білген дұрыс. Қазақ хандығының құлдырауымен бодан болуының тағы да бір сипаты оның мешеулігімен бірікпегенінде. 18 ғасырдың алғашқы жылдарында өзге жұртпен терезесі тең тұрған қазақ халқының Тәуке хан қайтыс болғаннан кейін берекесі кете бастады. Әз-Тәуке хан тұсында қазақ хандығы ешкімге бас ұрмаған, айбарынан жел ескен мемлекетке айналды. 1680 жылы Батыр ханнан кейін таққа отырған Тәуке феодалдық бытыраңқылықты жойып, мемлекетті бір орталыққа бағындыра білді. Тіпті Тәуке хан Осман империясына хат жолдап, екі елді тізе қостыра отырып, орыс патшалығын жермен жексен етпекші болды. Тәуке ханның бұл ұсынысын қабыл алмаған Осман империясы тарихтан орны толмас қателік жіберді. Ал мұны біз жаратқанның тағдыры дейміз. Көкбөрінің Алпамсадай аюға қалайша шамас жетсін. Сары орысқа шапқыншылық жасамаған Тәуке дипломатиялық қарым-қатынасқа көшті. Бұл кезеңдерде теңіз жолы ашылып, санасы ерте оянған еуропалықтар жаңа құрлық іздеуге кірісті. Мұның әсерінен Ұлы Жібек жолының саудасы әлсіреп, сыр бойындағы қалалардың тоз-тозы шыға бастады. Осының бәрін ескеріп, қала мен хандықтың шаңырағы шайқалмас үшін 1700 жылдан бастап Тәуке хан орыс жұртына тоқтаусыз елшіліктер жіберді. Екі ел тату болса екен, ымыраға келіп, сыртқы жауларға бірге тойтарыс берсек екен, сауда қатынасын дамытсақ екен деп хат жолдады. Алайда Баһадүр ханымыз ақ құлақтарға тағынан түсіп, бір күнде шешкен жоқ. Бодандығын мойындап әлсіздігін көрсетпеген. Өкінішке орай Тәуке хан қайтыс болғаннан кейін қазақ хандығы ыдырай бастады. Алауыздықтың өрті күшейіп, тарыдай шашылған қараша халық ұлыс болып ұйсалмады. 1718 жылы Қайып хан таққа отырды. Алайда оның беделі мен билігі сұлтандардың құзырына жүрмеді. Осы шақта жоңғар шапқыншылығы қайта басталып, Аягөз маңында қазақ жасағымен кескілескен майдандар жүргізді. Қазақ жасақтарына Әбілқайыр мен Қайып хан басшылық жасады. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймай, ымыраға келе алмағаннан кейін қазақ жасақтары оңбай жеңілді. Тәуекел хан тұсынан бастап жоңғардан жауырыны жер иіскемеген қазақ хандығының Аягөз майданынан кейін ой сұрауы біліне бастады. 1721 жылы Қайып хан бірінші Петрге хат жолдады. Қару-жарақтар мен әскер, сондай-ақ тұрмыстық қажеттіліктерді қамтамасыз ететін мүліктер сұрап өтініш білдірді. Қырдың қызыл түлкісіндей қулыққа салынған Петр патша сылтаулар іздеп, уақытты соза түсті. Өйткені бұл кезде барлығы жоспарланып қойылған еді. Ресейліктер жоңғарларға жел беріп азық-түлік қару-жарақ пен сәлем сауқат жолдады. Мұндай сатқындықтың соңы ақ табан шұбырынды мен Алқакөл сұламаға алып келді. Ұлытауға дейінгі ұланғайыр Атырап, Түркістан мен Ташкент, Жетісу мен Тарбағатай қалмақтың меншігіне айналды. 1724 жылы Қайып хан да қайтыс болды. Ендігі уақыт кезекті дәуірлер қазақ хандығы үшін катастрофаларға толы болды. Ру басылары қарабасының қамын күйттеп, рушылдық ауруы күшейе түсті. Көрші мемлекеттер ғылым мен білімге, қалалық мәдениетке, отырықшылыққа бейімделіп жатқанда қазақ елі бітіспес алауыздықпен мал қамын ойлаудан көзін аша алмады. Феодалдық бытыраңқылықтың кесірінен тұрақты әскері, жаудан қорғанар қамалымен қорғаны, ел экономикасына елеулі ықпал ететін қалалық мәдениеті, елдің ішкі сыртқы саясатына май шаммен қарайтын өкілетті билігі болмады. Осының бәрін ой сүзгісінен өткізген Абылай елді жаңашылдыққа жұмылдырамын деп бел байлады. Бірақ оған сыртқы жаулармен қараңғы халық көре алмаған төрелер мүмкіндік бермеді. Тас қамалды тарғапас, шетел сәулетшілерін әп жыландай көрген қараңғылық қара қазақтың түбіне жетті.
Қазақты дамытпас үшін орыс генералдары да белді төрелерді түлендей азғырды. Солтүстік батысында самұрық құстай созылып келе жатқан Ресей патшалығы ағартушылықты қолға алды. Жайшылық жағында жер өңдеу мен егіншілігі қалыптасып, қалалар мен қамалдары бой көтеріп, ғалымдар мен ойшылдарға жағдай жасалды. Жаушылықты Аштархан, Қазан, Сібір, Қырым, Ноғай хандықтарын жапырып өтті. Өздерін 1721 жылы 1 Петрдің жарлығымен ресми түрде империя деп жариялады. Осылайша бір кездері Алтын Орданың құлы болған Орусия жұрты да алып империяға айналып шыға келді. Сонымен қатар Қытай, оңтүстік пен оңтүстік батыстағы Орта Азия халықтарында да ілгерілеу байқалды. Дәл солардың қақ ортасындағы Қазақ хандығы ғана баяғы жартас, сол жартас күйін кеше берді. 18 ғасырда ішкі сыртқы саясаты да мәз емес қазақ халқын көрші мемлекеттер мешеу санады. 300-дің бір бөлігіне де шамасы жетпейтін Қоқан мен Хиуа сияқты майшабақтардың өзі қазақты көкірегінен итере бастады. Хан тағдыры халық тағдыры екенін баққұмар кіші хандар пайымдай алмады. Тақ үшін таласып, таққа отырғанымен де айналасына қырандай көз қиығын сала алмады. Дер кезінде Абылайды қолдай алмаған халық өкініштен бармағын шайнап, хан сұлтандардан безінді. 19 ғасырдың 30 жылдары Ресей патшалығы Дешті Қыпшақ даласын толығымен бауырына басты. Ендігі мақсаты Шығыс Түркістан мен Үндістан жерін Англия патшалығынан бұрын иемдену еді. 1838 жылдан бастап халық тағдырын шешпек үшін Абылай ханның немересі, соңғы хан Кенесары тарихи аренаға шықты. Ол барынша қазақты бірлік пен ынтымаққа, заман талабына сай ағартушылықты үйреніп, бодандықтан арылуға шақырды. Амал нешік, саналы сұлтан қолын мезгілінен кеш сермеген еді. Кенесары тұсында арыстанға жабылған шиберлердің дәуірі өркендеп тұрды. Баймағамбет, Қоңырқұлжа, Шорманның ұсасы, Жантөренің Ахметі, Уәлиханның Үрімбұтағы сияқты мыңдайдаған жандайшаптар Кенесарыны қуғындап, өз тамырын өзі кесті. Хан Кенесары арман мұратына жете алмай, Бақиға аттанғаннан кейін Қазақ ордасының шаңырағы тұтасымен құлады. Керекесі сөгіліп, алауыздық пен қараңғылықтың арқасында қазақтың елі мен жері құзғындардың жемтігін айналды. Бір кездері Моғолстан мен Ноғай ордасын басып, айдарынан желескен қазақ мемлекеті ескіше көзқарастың құрбаны болды. Заман өзгерген сайын мешеу мемлекетке айналды. Сөйтіп Алтай мен Атыраудың арасында бауырсақтай шашыраған қазақ халқының 143 жылға созылған құлдық сананың қамытын киген ауырда аласапыран кезеңдері басталды. Тарих бұл бізге өткеннен өнегемен орны толмас өкініштерден сабақ алу үшін қажет. 1991 жылы 16 желтоқсанда түндігімізді түріп, тәуелсіздігімізді жарияладық. Амал нешік, халық қараңғылықта жүргенде Әлихан мен Ахметтер болып, жарық қымтылған шағымызда орнын сипап қалғанымызды қараш. Ел үшін басын бәйгеге тіккен Махамбетше бүгінгі жұртыма: оян қазақ, ояншы оян жастар, айналаңда өріп жүр аяр қастар, көк бөрі боп далаңды билемесең, көшіңді жағымпаздау қоян бастар. Аз болды ма сорың мен соқпағыңда, жаудың жүрдің торы мен тоқпағында, он тазының ішінде ор қояндай, мыл жаланып кетпегін көкпарында. Тарихыңнан түйсініп сабақ алған, аш қарын болмақ үшін тоқ қарында деп жырлағаным абзал шығар. Ендігі уақыттан бастап санамызды оятып, сара жолға бастау үшін бізге Тәуке мен Абылай, Кенесарылардай көшбасшылар қажет, әбден қажет. Олардың соңынан толықтай қолдап, жаңа заманның қазақтары ереді дегенге біз сенеміз. Өйткені халық әділдік пен ақиқатқа қаталап отыр. Жеке басының емес, жалпы халықтың жағдайын ойлайтын, жаңа заманның талабына сай заңғарлар көбейіп, Мәшһүр Жүсіп Көбейұлының дұғасы қабыл болса екен. Видео ұнаса лайк басып кетіңіз және арнаға жазылып, қасында шыққан қоңыраушаны басып қойыңыз. Өз пікірлеріңізді комментарийға қалдырып кетіңіз, біз міндетті түрде оқитын боламыз. Сондай-ақ
Видеоны тарату тетігі арқылы барлық әлеуметтік желілерге таратып жіберіңіз. Мәтінді оқыған Айдос Оразай, жазған Бағжан Бақбергенұлы. Сіз үшін білген дұрыс.